Сәлем достар, сіздермен астрономия және технология каналы. Және алдыңғы видеода біз өткен едік күн жүйесінің ақпараттарымен. Екінші видеомыз күн жүйесінің екінші, дәл күннің тақырыбын өтетін боламыз достар. Онда біз бастаймыз. Күн өте алып жарық шығарып тұратын басты тізбекті жұлдыз. Ол күн жүйесіндегі ең үлкен дене. Күн жалпы күн жүйесінің массасының 99,8%-ын алып тұрады. Күн жүйесіндегі жылу мен жарық қуатының басты көзі. Сонымен қатар жерде тіршіліктің болуы да күнге тәуелді. Күннің құрамы. Күн газдан тұратын ыстық шар. Басқа жұлдыздар секілді күнде сутегі мен гелийден тұрады. Сутегі күннің жалпы массасының 72%-ын, ал гелий 26%-ын құрайды. Оттегі көмірқышқыл газы, неон, азот, магний, темір, кремний секілді басқа газдардан аз мөлшерде келеді. Күннің ортасындағы температура 27 миллион градусқа тең, ал сыртқы қабаты 10.000 градусқа. Күннің ішкі бөлігі түрлі қабаттардан тұрады. Ең ортаңғы қабаты ядро, ортаңғы қабаты радиация аймағы, ал кең сыртқы қабатының конвекциялық аймақ деп аталады. Күн қуатының басым көбі ядросын, яғни сутегі атомдардан бірігіп гелий түзетін ортада пайда болады. Күн атмосферасы. Күннің атмосферасы фотосфера, хромосфера және сәуле жиектен тұрады. Фотосфера бізге көрінетін күннің жарық және сары түсті беткейі. Ақ жарықтық көп бөлігін осы қабаттан бөледі. Хромосфера фотосфера қабатынан жоғарырақ орналасқан жұқа қабат. Ол қызғылтым жарықтар бөледі. Сәуле жиек күннің беткейінде 1 миллионға дейінгі қашықтыққа созылатын атмосфераның ең сыртқы қабаты. Ол күн тұлған кезде күнді қоршап тұрған ақ жиек ретінде көрінеді. Күннің айналуы. Жер секілді күнде өз осін айналады, алайда күн бір қалыпты айналмайды. Жердің айналуындай. Күннің экватор жанындағы аймақ әрбір 25 күн сайын, ал полюстері әрбір 36 күн сайын айналады. Күндегі дақтар. Күндегі дақтар күннің беткейінде орналасқан. Басқа жерлеріне қарағанда салқынырақ болып келгендіктен қара дақтар түрінде көрінетін аймақтар. Олар күндегі кейбір аймақтарда жылу рассиясы азайған кезде пайда болатын. Күндегі дақтар әрбір 11 жыл сайын көбейіп отырады. Бұл мерзімде күндік максимум деп атайды. Осы мерзімде кезінде күн жарқылдары мен жарылыстары ең көп орын алады. Күндік максимум кезінде жер артық күн радиациясы қабылдайтын, сонымен қатар күндік максимум қуатының тапшылығын тудыруы, серіктерді орбитасына шығарып жіберуі және радио байланысқа тоғысқалы болуы мүмкін. Ал бұл бейне күн атмосферасы. Жалпы достар, бүгін біз сіздермен күн атмосферасы, күннің ішкі бөлігі және сыртқы бөлігімен танысып шықтық. Келесі видеода достар, мен сіздермен Меркурий жайлы ақпараттар алмасатын боламын. Осымен достар, мен сіздермен қоштасамын.